Баршаңызға сәлем, ардама қош келіпсіздер. Дәмі өте тамаша болып шығатын, жеңіл дайындалатын, осындай пияз қосылған тәпеде қаттама нан дайындаймыз. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ыдысымызға 300 мл жылы суымызды құйып, үстінен 1 шай қасық шамалы жеткізбей тұзымызды қосып араластырамыз. Үстінен сұйық май қосамыз, 1 ас қасық. Кейіннен осындай 550-600 грамм шамасында ұн салдым. Ұнды аз-аздан салып барыңыздар. Қатты қамыр илеп қоймаңыздар, орташа қаттылықта қамыр илену керек. Қамырымызды осылай 5 минут шамасында илеп, дайындап аламыз. Және үстінен целлофан пакет жауып, 10 минутке тындырып алып қоямыз. Қамырымыз тынғанға дейін ішіне осындай салмасын дайындап аламыз. Менде осындай пияз, укроп және шпинат. Ыдысымызға осындай көк пияз бен ақ пиязды ұсақтап турап алдым. Және үстінен туралған шпинатымызды саламыз. Міндетті түрде бір шпинат қаласаңыздар көбіртеу етіп, көк пияз немесе ақ пияз етіп қоссаңыздар болады. Үстінен осындай паприка, қара бұрыш, тұзымызды қосып, және 1-2 ас қасық шамасында сұйық майымызды салып, осындай салмамызды жақсылап араластырып дайындап аламыз. Тынған қамырымызды аламыз. Тәпеңізге қарай бөлесіздер. Мен осындай тәпем диаметрі 28 см болғандықтан 6 бөлікке бөліп алдым. Сіздер тәпеңіз кішілеу болса 8 немесе 10 бөлікке етіп бөліп алсаңыздар болады. 6 зуала жасадым. Шетке алып тұрамыз. Және бірнеше зуаланы осылай үстіне ұн сеуіп, бірінің үстіне бірін қойып қоямыз. Сонда оңай, тез жайылады. Әрбір зуаланы осылай жұқалау етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып болғанға дейін сұйық май немесе маргаринімізді немесе сары майды ерітіп аламыз. Ішіне жағуға дайындап қоямыз. Дайын болған осындай қамырдың үстіне ертілген осылай сары май жағып алдым. Қаласаңыздар маргарин жақсаңыздар да болады. 3-4 қасық шамасында жағып, үстінен осылай жағып шығамыз. Сары май жағылған осындай қамырымыздың үстіне, ішінегі осындай дайындаған салмамызды 6 бөлікке бөліп аламыз. 6 бөліктің 1 бөлігіні осылай жұқа етіп жайып алдым қолмен. Қамырымыздың шетіне 1-2 см жеткізбей осылай салмамызды жайып алдық. Және осылай конверт формасында ораймыз. Арасында міндетті түрде осылай майымызды құйып шығамыз. Және осылай әдемілеп жағып жібереміз. Және осылай дәл видеодағыдай етіп ораймыз. Барлық 6 зуаланы осылай жайып, ішіне салмасын салып дайындап алдым. Кейіннен осылай қолмен жайып жібердім. Шамалы осылай жайылған соң оқтаумен жайып жібердім. Сіздер өздеріңіз тәпелеріңізге қарай жасайсыздар. Осылай үлкендеу етіп жайып алдым мен. Осындай әдемілеп, қамырымыз жыртылып кетпейтіндей етіп жайып аламыз. Қызған тәпемізге осындай аздаған майымызды құйып аламыз. Өздеріңіз майсыздау пісірем десеңіздер майды аздау құясыздар. Осылай аздау май құйдым. Және үстінен қатты тәпені қыздырып жібермейміз. Осындай қаттама нандарымызды салып, орташа оттан шамалы төмендеу етіп пісіріп аламыз. Асты жағы күйіп кетпейтіндей етіп астынан қарап тұрыңыздар. Аударып қарап тұрамыз. Майсыздау болуын қаласаңыздар майына аздау құйып, осылай қаттама нанымызды салып, және үстінен қақпағын жауып пісіреміз. Осылай өте әдем болып піседі, іш жағы өте әдем болып піседі. Орташа оттан шамалы төмендеу етіп қуырыңыздар. Қалған осындай қаттама нандарымызды дәл осындай видеодағыдай етіп қуырып аламыз.
осымен дәмі өте тамаша болып шығатын, іштері өте осындай жақсы болып пісетін үлпілдек осындай қаттама нанымыз дайын. Витаминге мол осындай нан болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осындай арасына шпинат қоссаңыздар, өте сочный болып, дәмі ерекше болып шығады. Дайындап, жақындарыңызды қуантсаңыздар болады. Дәмі өте тамаша. Ас болсын, сіздермен бірге болған Диана. Видео ұнаған болса, лайк басып, арнама жазылмаған болсаңыздар, арнама тіркеліп кетіңіздер және қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа шыққан видеоларды өткізіп алмай көресіздер. Аман сау болыңыздар.